big titty, double Knock titty. on the top, make it drop. That's some wet ass pussy. Now get a bucket and a mop. That's some wet ass pussy. Your Honor, I'm a freak bitch, handcuffs, leashes. Сәлем достар, сіздермен бірге мен Еңлік, және біз бүгін таңғы асқа өте дәмді, жеңіл, әрі оңай, тез дайындалатын америкалық панкейктерді жасайтын боламыз. Ал ендеше кеттік. Ең алдымен бізге керекті заттарды түгендеп алайық. Бізге жұмыртқа, қант, сүт, қопсытқыш, ұн және ерітілген сармай қажет болады. Ең алдымен жұмыртқаға қантты қосып, жақсылап тұрып венчикпен араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін сүтті құйып, тағы да жақсылап тұрып араластырамыз. Сүт міндетті түрде жылы болғаны дұрыс. Араластырып болғаннан кейін бір шай қасық қопсытқышты ұнымызға салып, тағы да жақсылап тұрып соның ішінде араластырамыз да, біздің жұмыртқалы массамызға аз-аздан сала отырып араластыратын боламыз. Барлық ұнды салып, араластырып, біркелкі массаға айналдырғаннан кейін ерітілген сары майды салып, тағы да жақсылап тұрып араластырамыз. Осы уақытта табаны қыздырып қоюға болады. Араластырып болғаннан кейін бізде осындай масса шығу керек. Не қою да емес, сұйық та емес, венчикті өйстіп істеген кезде ізі қалуы керек. Табаны қыздырып болғаннан кейін бетіне ештеңе жақпаймыз. Майда тек қана құрғақ табада пісіретін боламыз. Өйстіп бір ас қасықтан да үлкен қасықпен саламыз. Өйстіп бетінде көбіктер, тесіктер шыға бастаған кезде бізге аудару керек деген сөз. Оны ақырындап аударамыз. Бірінші жағы екінші жағына қарағанда тез піседі. Бізде от жай шығып керек, орташа жай шығып керек. Біздің панкейктеріміз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Қалауларыңызша үстіне қойылатылған сүт немесе шоколад ерітіп құюға болады. Панкейктер өте жеңіл, тез, әрі оп-оңай дайындалады. Сондықтан күнде таңертең жасауға кеңес беремін. Әрі тойымды, өте жұмсақ болып шығады. Видеодан көрсеңіздер болады, өте жұмсақ, әрі мамық. Жесеңіздер, тағы да жегілеріңіз келеді. Сондықтан жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Еңлік, қош сау болыңыздар.